Құрметті көрермен, біз одан әрі жалғастырамыз. Қасиетті жұма таңында бір керемет сұхбат болайын деп тұр. Бүгін бізде қонақта әлеуметтік желіде белсенділігімен танылған теолог, дінтанушы, имам, ұстаз Нұрлан Байжігітұлы ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз аға, көргенімізге қуаныштымыз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, құрметті мұсылмандар, қайырлы таң. Мына қасиетті Ережеп айының қасиетті жұма күні елімізге, жұртымызға құтты мүбәрәк болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Енді аға, шыны керек, қазіргі кезде бүкіл Қазақстан сіз десе бірден таниды, атыңыз десе елең ете қалады, үлгі тұтады. Сізде таң қалай басталады? Нешеде тұрасыз? Енді мұсылманның таңы қалай болу керек, соған негізделген. Таң намаздан басталады. Әлбетте мешіттің имам болғаннан кейін таң намазды жамағатпен мешітте өткізем. Содан кейін ары қарай Құран оқу бар, хатым Құрандарымыз бар. Сонымен күнделікті жұмысқа белсенді кірісіп кетеміз. Тамаша. Енді айтып жатырмыз ғой, әлеуметтік желіде көптеген бағдарламалар өзіңіз қонақта орып, түрлі пікірлеріңізді айтып, ойыңызбен бөлісіп, жалпы халықтың көңілінен шығып жатсыз десек қателеспейміз. Енді айта кетіңіздерші, осы әлеуметтік желіде әнші болсын барлығы танылғаннан кейін кез келген тұлғаның өзі хейтерлар дейміз ғой, қазақ тілімен айтқанда, келіспейтін жандар пікірлерін жазып жатады. Сізде де сондай пікірлер көп шығар? Иә, болады, ол болу керек. Бір жағы ол адамды пысықтандырады, кемелдендіреді, дамытады, алға қарай ізденіске итермелейді. Сондықтан болу керек. Қазақ айтқан сөз дұрыс қой, сын түзелмей, мін түзелмейді. Бірақ діни мәселеде сын болуы шарт емес шығар. Мүмкін сол діннің ішінде жеткізуінде, мүмкін халыққа ұғындыруында, және жеке адамның өз басында болуы мүмкін. Бірақ діни мәселеге ол енді қағида ғой енді. Енді аға, айтыңызшы, осы жақында көп осы әйелдер қауымының, қыздар қауымының арасында шу болып жатыр. Осы мына баланы, жаңа туған баланы, немесе жүкті әйелді Инстаграмнан жиі көрсетеді. Қазір енді кез келген адам Инстаграмы бар, көрсетіп жатады. Бірі көз тиеді дейді, сөз тиеді деп айтады. Содан кейін бала ауырды дейді. Бірақ енді біреулер айтады, шетелдік жұлдыздар барлығын көрсетіп жатыр, оларға ештеңе болмайды дейді. Бұл жерде баланы осындай жүктілікті көрсету дұрыс па негізі? Жақсы бір ұлағат бар. Бақыт тыныштықты жақсы көреді дейді. Сондықтан шын мәнде біреуінің перзенті болса, бізде белсіз, бедеу адамдар өте көп қой. Сәби сүйе алмай жүрген адамдар көп. Солардың қызғанышын тудырып, мүмкін ол арам ниетті ойламайтын шығар. Бірақ сондай пікірде болып қалса, бұның залал тиеді. Тіпті сурет арқылы не өтетіні белгілі. Сөз арқылы өтуі мүмкін. Сондықтан адамды жақсы көруде, яки болмаса көз тиюде, бұл әлеуметтік желі арқылы құба-құп болуы мүмкін. Сондықтан мен өзім бала ол сіздің жанұяңыздың бақыты ғой. Енді оны бүкіл әлемге көрсетіп қайтесіз. Ең болмаса бүйтіп бетіне, жүрегіне жүректі гүлді қой керек бүйтіп шын көрмесін деп. Сол дұрыс шығар. Тамаша, енді аға айта кетіңізші, әлеуметтік желіге осы келгеніңізге қанша болды? Неден басталды бұндай видео түсіру? Әлде сізге келіп осындай айтты ма, видео түсіріп осындай әлеуметтік желімен жастармен осылай араласайық деп? Соңғы уақыт тарап жүрген бұл Нұрлан имам деген жоқ еді баяғыда, қайдан шықты? Мемлекеттің проектісі ма, немесе бір сіздің жас кезіндегі суреттермен бірге құқық қорғау органдарының проектісі ма? Бұл кімнің проектісі? Ең бірінші айтқан болар еді, мен Алланың проектісімін. Одан кейін ата-анамның проектісімін, одан қалса. Сондықтан мен әлеуметтік желіде тарап жүр ғой, 14-15 жасында имам болған азаматпын. Сол кездегі менің әлеуметтік видеоларым бәрі түгел бар. 2000 жылға дейін халықтың алдына шыққан кезде айт намазы, енді ол кезде мынандай әлеуметтік желі жоқ. Үлкен таспа, бейне таспаларға мен жазған мәуліттер өткізгем, соның барлығына, Құран жарыстарының барлығының видеосы бар. Бірақ мен өзім аса көп енді имам болған, мен жамағат имам болған жерлеріндегі 3-4 облыста бас имам қызмет атқардым. Ол жердің жамағаты жақсы біледі. Өте белсенді едім, жұма намазды бірыңғай өзім өткізем, халқым оны жақсы біледі. Бірақ осы соңғы мынау карантиннен кейінгі, пандемия жағдайдан кейінгі жағдайда осы TikTok қатты таралуына себепші болды. Оған ұлым әке осы TikTokта бір әдепсіз, бейәдеп видеолар өте көп тарап жатыр деген кезде былай ашып қарасам, бірыңғай билер екен. Соңғы енді бидің ішінде имам жүрсе, әсіресе мен өзімнің бір енді кішкене мынау халыққа жетімді болу үшін, түсінікті болу үшін кішкене жаңағы заманауи сөздерді қосып сөйлейтін әдетім бар. Мүмкін орысшада болады жарасын, өйткені халыққа түсінікті болу керек қой. Ол жерде тек қана қатып қалған қағида жоқ қой, арабша болу керек деп. Біздің шындығын айтсам, халық әлі арабша, тікелей арабша түсінікті алатын әлі деңгейге жеткен жоқ. Оның үстіне
аяттарда хадистерде бірден айта берсе халық бұдан уже енді шаршады деп айтпаймын, бірақ халықтың қабылдау деңгейі бұдан ауырланды. Сондықтан да жеңіл түсіндіруге тырыстым. Өз бұрыннан өзім менің әдетім сол еді. Сондықтан осы әлеуметтік желі TikTok қатты таралуына себепші болды. Соның ішіне жаңағы бір-екі видео ғой енді, жаңағы Дикий Кабан деп таралғандай. Соны қазір өзім атым өзі TikTok имам болды. Бірақ мен айтқан болар едім, бұл жеңілтектік емес. Кейбіреулер түсініп қалуы мүмкін, бұл жеңілтектік немесе бір жаңағы сайқы мазақ сияқты жоқ, ондай емес. Дін кім солай айтса, оның өзінің деңгейі сол. Бірақ біздің халық шын мәнінде 30 жыл бойы ұрыстық. Бүйту керек деп бірыңғай мешіттің ішінен шықпадық біз. Не өзгерді, айтыңызшы? Ешнәрсе өзгерген жоқ. Мешіттегі қайта жамағат екіге бөлініп кетті. Білімділер мен білімсіздер болып бөлініп кетті. Содан кейін мешіттің жырағында сыртта жүрген адамдар тек қана қалам мен газет оқитын заман қалды. Сөйтсе жақсылық, руханият, дін, имандылық ол қаламмен емес, ол қадаммен тарайтынына енді түсіндік біз. Қазіргі заманның қадамы ол қолымыздағы осы ұстаған телефондар, басқа нәрселер, ақпарат тарайтын гаджеттер дейміз ғой, солар. Сондықтан мен өзім ойлаймын, бұл мешіттің мінбері сияқты, бұның қазір заманауи мінбер, бұны пайдалануымыз керек. Және осы арқылы көп адам қатесін түзеп, өмірге бет орайын өзгертіп, бағытын өзгертіп, түсініп, және қателігін түсініп жатқан қаншама жандар бар. Ол енді әлеуметтік желі толы десем болады. Тіпті бұзылайын деген отбасылар сақталып қалып жатыр. Біреудің қуанышы ашылып жатыр, бақтары жаңағы тоқтайды. Өткенде бір қыз айтады, мен мынандай біткеннен кейін күйеуге шығам дейді. Ойбай, сен тезірек күйеуге шық, кейін бар, бітіріп аласың оны дедім да. Сөйтіп жазып жіберіп, ертесі күні күйеуге шығып жаңағы. Сонда қуандым. Мен некеге шақырды, өзім неке тағиып бердім. Сөйтсем кейін өзі айтады да, шын мәнінде дейді, егер мен соза берсем дейді, білесіздер ғой, қазір адамдар өзі аяқпен емес, қазақ айтпақшы, ауызбен жүретін заман, сөз көп елдің ортасында, жастардың ортасында, содан кейін айнытатын адамдар көп, содан кейін семьяның қайта түзеліп аяққа тұрып кетудің орнына мүмкін шалыс басу да көбейіп кетуі мүмкін. Сол үшін жақсылықтың бір күн ерте болғаны жақсы дейтін әжеміз. Сондықтан жақсылық бір күн ерте болу керек. Тамаша, әлеуметтік желінің күші көп, кім қандай пайдаланса, қандай мақсатта соған жетеді дейсіз.